Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздерге «Проклятие ведьм» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Англия, 1665 жыл. Чума ауыры 10 мыңдаған адамның өмірін алды. Адамдар кінәлі тұлғаларды іздеуде, өйткені чума шайтанның, оның жанашырларының ісі екеніне сенімді. Ведьманы аулайтын аңшылардың уақыты келді. Грейс есімді қыз ауыр қылышты күйеуі ілінген ағашқа апарады. Бірақ алдымен оған зират қазу керек болды. Олар қаладан алыста, бақытты өмір сүрді. Бірақ карантин қауіпіне қарамастан, Джозеф өсірілген астықты сату үшін қала жаққа кетуіне тура келді. Қайтарда бірден үйге барудың орнына, Джозеф таверна кафесіне сыра ішуге кірді. Сквайр оның сұлу әйелі қалай өмір сүріп жатқанын сұрады. Кенет келушілердің бірі құлап, өз қанына қақала бастады. Көп ұзамай Джозефтің денесі жарамен жабылды, бірақ ол әйеліне жұқтырған ауруын мойындамады. Әйелі тез арада қоспа дайындау үшін шөпті жинай бастады. Джозеф өлмес бұрын баласына қолында соза алмады, бірақ жұбайына қоштасу хатын жазды. Әбден қиналған Грейс күйеуін жерледі. Енді шаруашылық пен балаға деген қамқорлық оның иығына келіп жүктелді. Олардың қастарына Сквайрс қызметшісімен көшіп келді. Ол осындай сыңар және сүйкімді әйелдің ары қарай қалай өмір сүрмекші екенін сұрап, бір аптадан кейін аренда төлеуі керектігін еске салады. Ал егер ол ақша таппаса, онда қолындағы барлық нәрсесінен айырылатын болады. Не сможешь заплатить, я вышвырну тебя вон. Я заплачу. Грейс күйеуінің қорабын ашты, бірақ онда 1-2 тиын ғана тапты. Келесі күні әйел қалаға барып, жолда өзінің ең жақсы құрбысы Кейт пен күйеуі Мортонмен кездесті. Ол Грейстің чуманы жұқтыруы мүмкін деп алаңдайды және баласына қауіп төндірмеу үшін қызын тым болмаса тастап кетуін сұрады. Қалада әр жерлерде егеу құйрықтар жүр, ал иттер адамдардың денесін жеуде. Грей Джозефтің досынан, тавернаның бастығынан қарызға ақша сұрайды, бірақ ер адам бірден бас тартты. Есесіне ол кемпір Молли Прайер туралы әңгіме айтып береді де, Грейске қаланы тезірек тастап кетуге кеңес береді. Кетіп бара жатқан әйел күйеуі ауру жұқтырған күні не болғанын сұрады. Джозеф ауру жігіттің кружкасынан сыра ішті. Бұл қателік болды, бірақ та Сквайр тарапынан жауыздық болуы мүмкін еді. Грейс көшеде арбаға толы өлген адамдарды көріп, оның біреуі көзін ашқан сияқты көрінді. Түнде әйелдің жанында күйеуі көрінді. Ол керегін істесін деді. Жіп оны зиратқа алып келді. Грейс оны тартып, Джозефті жерден алып шықты. Әйелге оның алтын неке сақинасы керек еді. Үйге қайтадан Сквайр кіріп, жесірдің өмірін жеңілдетуін сұрайды. Бірақ Грейс ақсүйектің бетін қайтарады. Сквайрс Грейсті шығарып жібермекші болды, бірақ ол оған күйеуінің алтынын беріп, тағы біраз уақыт тұруды сұрады. Грейске өзінің сақинасын да беруге тура келді. Бірақ Сквайр ақы төлеудің басқа тәсіліне үміттеніп, жігіт мұнда бәрібір қызды зорлаймын деп шешіп, Грейске шабуыл жасады. Бірақ жесір әйел өзін ренжітпей қызып тұрған темірмен жексұрын жігіттің қолын күйдірді. Сосын оған тапанша көздеп үйден қуып шықты. Сквайр кек алуға уәде береді. Грейс күйеуіне анасының қалай өлгені туралы оқиғасын айтып бергенін еске салады. Ауылға судья Моркроф келді де, қызымен шантаждай отырып, әйелді оның ведьма екенін мойындауға мәжбүр етті. Оны сол сәтте шіркеуде өлім жазасына кесіп, Грейстің көз алдында өртеді. Сөйтіп, қызда ведьманың қаны бар екенін білеміз. Наразы Сквайр тавернаға келіп, Джозефтің аурудан қайтыс болғанын, ал Грейс пен қызы аман қалды деген әңгімені қозғайды. Бұған қара күш араласқан деп болжай бастады. Жергілікті адамдар онымен бірден келісе бастады. Грейс шайтанмен мәміле жасаған деп ойлады. Оны бұрынғы ведьма Смолли Прайер сияқты өлтіру керек. Сол түні Грейс терезенің сыртында жылқылардың қарқылдауын естіді, бірақ көшеде ешкім болмады. Есесіне оны үйде бетперде киген адамдар күтіп тұрды. Грейс қызын ұстап алып шатырға қашып кетті. Олар еденге қылыш тыға бастады. Оның бірі Грейстің қолын тесіп өтті. Маска киген адамдар май құйылған шамды сындырып, үйді өртеп жібереді. От ғимаратты қамтыды. Грейс қолындағы баласымен бірге шатырдан секіріп түсіп, қашуға тырысты. Ашуланған Сквайр келді. Ол жесірді алып кеткісі ғана келді. Олар болса үйді өртеп жіберді, ал бұл оның меншігі еді.
Нәтижесінде Грейсті құрбысының күйеуі Мортон ұстап алды. Сквайр оны сиқыр жасады деп айыптап, сәбиді тартып алды. Грейсті шынжырға байлап, қалаға алып келіп, асылып тұрған Молли Фрайердің қасынан сүйреп әкетеді. Кінәсіз әйелді тұтқынға тастайды. Мортон әйелін ұрып, Кейтке оның Грейспен дос болғанын ұмытуға бұйрық береді. Әйтпесе Сквайр бұл туралы білсе, барлық мүлкін тартып алады. Грейс ұйықтап қалғанда, оның жанында тағы да Джозеф пайда болды. Сол сәтте тор ашылып, жанына өртенген ана келді. Көрші камерада жас ұры Астрид отыр. Оның бүкіл отбасы чумадан қайтыс болды. Ол бұрында бір нан ұрлаған үшін кінәсін мойындағанша ұрып соғылды. Бірақ қыздың амалы жоқ еді. Әйтпесе ол ашаршылықтан өлер еді. Үшінші тұтқын ақылынан айырылған ұстаз болды. Бүгін Грейсті Молли сияқты сындыруға тырысады. Қызды әйелдің денесі ілулі тұрған жерге әкеліп, бағанаға байлады және сыбықпен аямай сабай бастады. Осы процестен кейін оған Сквайр келіп, Молли бәрін мойындағанша оны 2 күн бойы қинағандарын айтты. Байдың хабарлауынша жақында әйгілі аңшы судья Джон Моркрафт қалаға келеді. Ол қызды тез мойындатқыза алады. Аңшы қалаға өзінің көмекшісімен бірге келді. Оның пайда болуы тұрғындардың бірінің ашуын тудырды. Бұл өлім жазасына кесілген әйелдің күйеуі болды. Ол Маркрофтпен мәселені шешкісі келеді. Бірақ ер адамның жолына аңшының күзетшісі тұрды. Ол беті күйген әйел болып шықты. Ол отпен сынақтан өткен бұрынғы ведьма еді. Урсула есімді күзетшісі кедейге пышақты соқты. Грейс күні бойы бағананың жанында тұрып, түнде камераға қайта тасталды. Тек Сквайрдың қызметшісі ғана мейірімділік көрсетіп, оған таза су береді. Моркрафт бекініске келіп, Грейстің камерасынан кереуетті алып тастауды талап етті. Ал егер ол ұйықтап қалса, онда оны суық сумен ояту керек деді. Есесіне оның өзі өз бөлмесіне ас пен шарап әкелуді талап етеді. Оған әйелді азаптау үшін күш керек. Түнде Грейс Джозефтің судағы көрінісін көрді. Бірақ келесі сәтте шалшықтан шайтан шықты. Күтпеген жерден көрініс үзілді. Таңертең Грейс судьяның алдына шықты. Оның айтуынша барлық дәлелдер оның ведьма екенін көрсетеді және әйелдің неге әлі күнге дейін мойындамағанын түсінбейді. Моркрафт крестикті жұлып, Грейсті азаптау құралына байлауды бұйырды. Әуелі монашкалар киімдерін жыртып тастап, денесін қарап шықты. Мойнынан бір дақ табылды. Ал бұл Грейс шайтанмен жұмыс істейтінін анық дәлелдейді. Тексеруден кейін әйелді камераға алып кетті. Қызметші оған нан мен ірімшік әкелді. Кешкі ас кезінде Моркрафт барлығы Лондондағы чумадан жасырынуға үміттеніп, ауылдық жерлерге қашып бара жатқанын айтады. Елорданың көшелері денелермен қапталған, әр жерде егеу құйрықтар жүреді. Сквайр Маркрофттан тұтқынды аямауды сұрайды. Грейс түсінде Джозефпен кездесті, бірақ ол шайтанға айналып, оның жанын талап етті. Осы арада оған суық су шашылды, тұтқын оянып кетті. Сол сәтте әйел дұға жасай бастады. Қызметші Грейстің өтініші бойынша қызын қайда ұстайтынын білді. Үшінші күні судья күйеуінің мәйітін тексеріп, Грейске мойнынан жіптің ізін тапқанын айтты. Ізгі ниетті адам мұндай жолға бармаушы еді. Оған ведьма өлім тіледі деді. Үстел үстіне тозақ аспаптары жайылып, крест жатқызылды. Урсула бізді алып, байқұс әйелдің аяғынан бастады. Грейстің қолында және аяғында көптеген тесіктер пайда болды. Қызметші оған камераға жетуге көмектесіп, одан ведьма екенін мойындауды сұрайды. Моркрафт Урсуланы өртеу кезінде жаңбыр жауып, шамандықтан тазартылған қызды бағанадан босатқанын еске алады. Қожайыны одан қырсық тұтқынмен сөйлесуін сұрайды. Грейс тағы да галлюцинацияларды көреді. Ол күйеуінің жамылғысымен оған тағы да шайтан келгеніне сенімді. Ол анасынан оны өмір бойы жамандап, жек көргені үшін кешірім сұрайды. Бірақ бұл анасы емес, Грейске алма әкелген Урсула болды. Оған шайтанның не деп жатқаны қызық болды. Ол да кезінде шайтанмен мәміле орнатқан. Бірақ ақыр соңында ауырсыну арқылы тазартылды. Жақындары Грейстен өзінің ведьма екенін мойындауды сұрайды. Бірақ әйел келіспейді. Ол кезіндегі Урсула сияқты болғысы келмейді. Әйел бұл айыптармен ешқашан келіспейді. Қызметші Грейске нан берді. Оның астында хат болды. Қызының жағдайы жақсы. Тұтқынға Грейске жала жапқан сыған қызды алып келді. Сондықтан бәріне де қауіп төніп тұр.
Моркрафт күн сайын өзін-өзі азаптаумен айналысады. 4-ші күні қамалға Грейске қарсы күдік беретін жергілікті адамдар әкелінді. Тек Кейт қана құрбысына өкініш білдіреді, бірақ күйеуі оған аузын ашпауға кеңес береді, әйтпесе әйел келесісі болады. Моркрафт Грейске алмұрт деп аталатын темір қаруды көрсетеді. Ол адамның ішіне кіргізіліп, бірте-бірте ашылып, шыдатпайтын азапты ұшыратады. Бірақ қазірде әйел мойындауын бас тартады. Моркрафт қаруды Урсулаға тапсырып, кірісуге бұйрық берді. Грейстің едені мен көйлегіне қан құйылды. Судья мойындамаған қызға ертең өлетінін жеткізді. Оның үнсіздігі келісуімен тең. Мұндай аурудан ведьмадан басқа ешкімде шыдай алмаушы еді. Оның үстіне Грейсті қызмен бірге өртеп жібереді. Кейт үйге барар жолда Мортонмен сөзге келіп қалды. Ол оны арбадан тастап, ұрып соқты. Жаман еркек әйелін тұншықтырғысы келді, бірақ Кейт оған тойтарыс берді де, ақыр соңында Мортонның басы арбаның дөңгелегімен езілді. Тұтқындардың бірі чумадан қайтыс болды. Грейс қызметшіден бүгін қызымен бірге қашып кетуге көмектесуін сұрайды. Сондай-ақ ол Моркрафтпен кездесуді сұрады. Күзетшілер оны киіндіріп алып кеткенде, қызметші жүгіріп келіп, өлген адамның қанын алды. Содан кейін ол оны судьяға арналған шарапқа қосты. Ол болса баланы қолына ұстап, Грейске шантаж жасай бастайды. Әйел бәрін мойындап өлуге дайын болды. Ол қызын өлтірмеуді сұрайды. Бірақ жазықсыз жанды Урсула тәрбиелейтін болады. Моркрафт Грейске баласымен қоштасуына мүмкіндік берді. Сол сәтте қызметші шарапты әкелді. Урсула қызды алып кетті, ал судья Грейсиді үстелге шақырып, шарап ішуге шақырды. Әйел бас тартты, бірақ Моркрафт жалғыз өзі ішуден бас тартқандықтан өзі де бокалдан виноны ішті. Грейс алғашқыда өз дінін, оның ведьма еместігін айтып, кейін судьяның қолына бұрын үстелден ұрлап алған бізді тығады. Екінші қолы да үстелге жабысты. Грейс судьяны өзінің балалық шағынан бері білгендігін және ақы төлеу уақыты келгенін айтты. Сондай-ақ ол шараптың аурумен жұқтырылғанын хабарлады. Иә, Грейс те ішті, бірақ ол қалай болғанда да ертең өледі. Әйел өзінің крестигін қайтып алды. Масс Сквайр керуетке келіп жатты. Қызметші оның бөлмесіне кіріп, көмекші әйелден баланы беруін сұрайды. Жігіт баласы бар себетті алып кетті. Үй иесі оянып кеткенде, қызметшісі оны қайта ұйқыға жібереді. Урсула Моркрафтқа көмекке келді. Әйелдер төбелесе бастады. Урсула Грейске пышақ сұққысы келді, бірақ ол оның бетіне шамды жарып жіберді. Әйел тағы да отқа оранды. Ол терезеден секіріп жарылды. Бөлмеге қару жарағы бар күзетші кірді, бірақ оны артынан қызметші өлтіріп үлгерді. Моркрафттың төңірегіндегі жалын қызып тұр. Оны құтқаратын ешкім жоқ. Баласы бар қызметші ауладан жүгіріп шықты, бірақ Грейстің өзі іште қалып, қақпаны жауып тастады. Ол жұқтырған шарапты ішіп, қызы мен өзінің құтқарушысының өміріне қауіп төндіргісі келмейді. Тек шарап уланбаған болып шықты. Сквайр оны ұстап алып, өзіне алған болатын. Грейс тұтқындарға жүгіріп келіп, мушкетонды зарядтап, екі денелі күзетшінің бірден қағып жіберді. Ол ұрлықшыны босатты, бірақ оны Сквайр ұстап алып, бейшара қызды атып өлтірді. Сыған әйел Грейске бай жігітпен күресуіне көмектесті. Әйел оның ішіне табуреттің бір бөлігін тығып, содан кейін басын қылышпен кесіп тастады. Моркрафт бір қолын босатты, бірақ өзінің аман қалмайтынын түсінді. Ол өз басына оқ тигізгісі келгенімен тапаншада оқ болмады. Грейс құдық арқылы қашуды көздеді. Қызметші жолда Кейтті көріп, қызды құрбысына береді. Олар бірігіп осы қаладан қашуға шешім қабылдады. Соңында бізге Еуропа мен Солтүстік Америкада 500 мыңға жуық әйел жалмауыз кемпір деп айыпталып, өлім жазасына кесілгені туралы айтылады. Осы оқиғалар шынымен де болған. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған Киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.